Бәріңізге сәлем, мен Мардан. Каналыма қош келдіңіз. Бұл видеода сіздермен бірге жұлдыздарға, галактикаларға, планеталарға барлығына саяхат жасайтын боламыз. Осы уақытқа дейін жасаған саяхаттарыңыздың ең маңыздысы болады. Осы уақытқа дейін жасаған саяхаттарыңызды ұмытыңыз. Бұл бәлкім өміріңіздегі ең маңызды саяхаттардың бірі. Дайын болсаңыз видеоны бастайық. Дайындалыңыз. Қазір ғарыш көлігімізге отырамыз. Атмосферадан шығу үшін кететін күш секундына 11 километр. Бұған құтылу жылдамдығы деп те атайды. Өте керемет бір жылдамдық. Бірақ ғарышта біз жүретін жылдамдықтың алдында ештеңе емес. 400 000 километрден кейін серігімізге, яғни айға жеткен боламыз. Ішіне кірмей өтіп кетейік. Өйткені өте ұзақ, өте көп жолымыз бар. Сондықтан бізден 150 миллион қашықтықтағы күнге барған кезімізде де негізінде үйіміздің есігінен де шықпаған болып есептелеміз. Күнге жақындамасақ өзімізге жақсы. Өйткені сыртқы жағы 5500, ішіндегі ядросы 15 миллион ыстық температурамен бізді секундта тозаңға айналдырады. 620 миллион километрден кейін Юпитерді көреміз. Күн жүйеміздің алып монстры. 2 миллиард 582 миллион километрден кейін Сатурн, 4 миллиард 350 миллион километрден кейін Нептун. Сырттай қаншалықты керемет көрінеді. Бір суық келе бастады. Бұл жерлерде температура орташа минус 250 градус. Шексіз бір қараңғылық және соңы болмаған тыныштықтың ішінен жүзіп бара жатырмыз. Бірақ әлі қорқудың қажеті жоқ. Әлі үйіміздің ауласында жүрміз. Саяхатымыз енді басталады. 5 миллиард 900 километрден кейін Плутонды көріп тұрмыз. Ол күн жүйеміздің өгей ұлы. Плутон жақында бір планета емес, тек жай ғана аспан объектісі екені анықталды. Ұзақ уақыттан бері жолдамыз, бірақ әлі күн жүйемізден де шыға алмадық. Жылдамдығымызды арттырсақ өзімізге жақсы. Өйткені біраздан кейін саяхатымыздың екінші бөліміне, яғни жұлдыздар арасы ғарышқа кіреміз. Жерден 8 триллион километр қашықтықта. Өте тыныш, өте қараңғы және өте жалғызсыз. Бұл жер жұмбақтар және тұзақтармен толы. Жұлдыздар арасы ғарыш 40 триллион километрден кейін біздің күн жүйемізден кейінгі келесі күн жүйесіне жеттік. Бірақ ғарыш соншалықты үлкен. Қанша жүрсек те әлі ешқайда бармаған болып есептелеміз. Енді қашықтықтар соншалықты алыс. Километрмен айтып түсіндіру мүмкін емес. Сол үшін жарық жылдар деп айтамыз. Бір жарық жыл шамамен 10 триллион километрге тура келеді. Бұл көріп тұрғаныңыз Эпсилон Эридани жұлдызы және әлемнен 10 жарық жылы, яғни 100 триллион километр қашықта. Айналасында жаңа планеталар туылып жатыр. Бұл жерлерде көп уақыт өткізудің қажеті жоқ. Өйткені саяхатымыздың жалғасында миллиардтаған жарық жыл, квадриллиондаған километрді басып өтеміз. Жалғастырайық. Өйткені сізге көрсеткім келетін бір нәрсе бар. 6000 жарық жыл қашықтықтағы бір небула. Қарқындылығы және алып болған үлкендігі себебінен ғаламның қалған бөлігінен біздің қатынасымызды айырады. Ол бір жұлдыз мазары. Ішіндегі кішкентай жарқырап тұрған жарықтарды көріп тұрсыз ба? Біздің күнімізде миллиардтаған жыл бұрын солар сияқты еді. Дәл қазір ғаламның ең керемет жаратылған объектісіне қарап тұрсыз. Сансыз жұлдыз туылып жатыр. Жойылғанның орнына басқа жаңасын алып келіп жатыр. Келешекте бәрі жаңа планеталарға және өте қарқынды тарту күшіне ие болады. Кім біледі, бәлкім жаңа өмірдің тұқымдары осы жерде өседі. Бірақ осы жұлдыз фабрикасына жақындап келе жатқан құпия бір қауіп бар. Қараңғы және тыныш. Ішінде біз білетін зат жоқ. Уақыт және орын жоқ. Тек қана жоқ болу. Соншалықты тарту күшіне ие, жарықты да жұтып жібереді. Ол сіз білетін қара құрдым. Қос жолы галактикасында айналып жүрген миллиондаған қара құрдым бар екендігін білеміз. Шындыққа келетін болсақ, қара құрдым жұтып жіберген нәрселердің қайда кететінін білмейміз. Мыңдаған жарық жыл қашықтықтамыз, бірақ әлі де қос жолы галактикасынан шыға алмадық. Сыртта тағы үлкен сырлар және қауіптер бар. Сансыз супернова және олардан мыңдаған рет алып болған гиперновалар
галактикамыздан шыққан кезімізде кіші бір шаң болып қалады. Галактикалар арасы ғарыш. Қараңыз, бұл қос жолы галактикамыздың, яғни триллиондаған жұлдыз, планета және аспан объекттері орналасқан аспан аралымыздың сырттай көрінісі. Әлеміміз, жеріміз, дүниеміз оның ішінде бір нүктеден де кіші болып қалады. Бұл ғарышта қайда барсаңыз да шексіздіктің зынжыры сізді күтіп тұр. Қараңыз, галактикаларды көріп тұрмыз. Біздің қос жол галактикасына ұқсайтын миллиондаған галактика. Осы галактикалар жиынтығында жеріміз микроскопиялық тірілерден де кіші. Және қазір үйімізден дәл 5 миллиард жарық жыл қашықтықтамыз. Бірақ барлық нәрсенің бастамасы болған жойқын жарылыстан да тыс өтуіміз керек. Бүгінге дейін болған барлық нәрсенің, галактикалардың, жұлдыздардың, планеталардың, гиперновалардың барлығы орналасқан ғаламымыздың диаметрі шамамен 96 миллиард жарық жылы. Километрге ауыстырсақ, бізге ұсынылған сан осы. Сөздермен түсіндіру мүмкін емес. Соншалықты үлкен. Бұдан кейінгілер тек қана қиял және болжамдардан тұрады. Өйткені білімнің тапқан соңғы сызықты артта қалдырдық. Ендеше, ғаламымыздың сыртында не бар? Ғалымдарымыз бұған не айтты? Қандай пікірлері бар? Бұл сұрақтың дұрыс жауабын ешқашан таба алмаймыз. Бірақ кейбір теориялар да бар. Тіпті бұл пікірді көпшілік дұрыс деп есептейді. Бұлардың біреуі, ғаламымыздың шыққан кезде негізінде ғаламның басына қайта оралған боламыз. Дәл бір компьютер ойыны сияқты. Картадан шыққан кезде арғы жағынан картаға қайта ораламыз. Бір шеңбердің басы және соңы жоқ. Дәл сол шеңбер сияқты. Өткен жылы қайтыс болған ғалым Стивен Хавкингтің ұсынған теориясы өте қызықты. Оның айтуынша, көп ғалам түсінігі бар. Яғни ғаламнан тыс шыққан кезде шексіз ғаламның бар екенін көреміз. Әрбіреуінің ішінде триллиондаған галактика, шексіз планеталар орналасқан, сансыз ғалам. Бұл теорияны сізге осылай түсіндірейін. Басқа ғаламда сіз барсыз. Дұрыс естідіңіз. Басқа ғаламдарда сіздің көшірмеңіз болуы мүмкін. Не үшін болмасын? Ол жерде де дәл біздің өміріміздегідей өмірлер бар болуы, жануарлар бар болуы мүмкін. Ол жерде де физика заңдары әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ ол жерде алған шешімдеріміз басқа бір нәтижеге апарады. Яғни келешектеріңіз бір болмайды. Дәл осындайда теория бар. Бұл туралы пікіріңіз қандай? Осындай болуы мүмкін ба? Технологиямыз осындай дамып жатса, барлық осы сұрақтардың жауабын табуымыз мүмкін. Әрине, егер жауабын табуға дейін жете алсақ. Өйткені әлі біз білмеген өте көп нәрселер бар. Видеодан кейін жақсылап қаншалықты кіші екенімізді ойланып көріңіз. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан.